Мықтының арты диірмен тартады дегендей, ағасын арқаланған Нұрбол Назарбаев бүкіл бір кеңшар жұмысшыларының жекешелендіруге берілген 9.000 гектардан астам жер үлесін тартып алғаны жөніндегі менің депутаттық сауалым бас прокурордың алдында да сөз болған еді. Бірақ одан әділетке лайық нәтиже болмады. Міне сол мықты Нұрбол Назарбаев жасаған зорлықтан араша сұрап, рейдерлік жолмен тартып алынған бизнесін қайтарып беруді өтінген қарағандылық Қуат Ерментаев деген азаматтан тағы да өтініш келіп түсті. Бұл жігіт сол рейдерлік шабуылдан кейін барлық мүлкінен айырылып, тақыр таза тақырға отырып қалған. Бір қызығы, өтініш берушінің талабы бойынша 2022 жылы Алматы қаласының прокуратурасы мен Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу тексеру департаменті оның мүлкін, атап айтқанда Порус серіктестігіндегі үлесін рейдерлік басып алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғаған. Бірақ арада 2 жыл өткенде, 24 жылы Алматы қаласының прокуратурасы қозғалған қылмыстық істі қылмыстық құрамның болмауына байланысты деген желеумен тоқтатқан. Себебі айтпаса да түсінікті, Алматы прокуратурасы Назарбаевтардың дегенін орындаған. Бұл қылмысты мәселенің егжейін тізбектеп, осы залда сөз ету артық болар. Менің атыма келіп түскен өтініштің түпнұсқасын сіздің атыңызға жолдаймын, бас прокурор мырза. Заңнаманың жілік майын шағып жетін майталма маман бас прокурорға менің ақыл үйреткенім орынсыз болар. Тек қана 2022 жылы Алматы қаласының прокуратурасы мен Алматы дері қозғаған қылмыстық істі қайтадан көтеріп, зар илеп, запа шеккен өтініш иесінің аргументтерін құлаққа ілсеңіздер жеткілікті деп ойлаймын. Қайтадан көтерілген сол істің заңды нәтижесі жөнінде мені ғана емес, бұрынғы биліктің Нұрбол Назарбаев сияқты қиянатшыларынан зардап шеккен қоғамды да хабардар етсеңіздер деп сұраймын. Заңсыздықтардан зәбір көрген қоғамға қорған болайық, бас прокурор мырза. Рахмет.